айғыр. Еркін Мұзафарұлының аңыз әңгімесінің желісімен жазылған аңыз күй. Авторы ақын сазгер Қайырғали Әбіш. Шұбар айғыр қай елдің жылқысы білесің бе? Қалған екен бұл аңыз елесінде. Естідім бұл аңызды бір жігіттен, көзбен көрген шұбарды қыр елінде. Бұндай жылқы сирек болар, тұлғасы биік, айтылар батырлар жыры ертегіде. Мойны жуан, кеудесі кең атпан жілік, жал құйрығы келіскен келбетіне. Кісінесе Тайбурылдың үні келер, шұбар айғыр келгенде ел шетіне. Жер апшысын қуырып желдей желер, қолтығынан тер шыққанша шын көсіле. Албамыздың бай шұбар деп қаласың, тұяқ түгір естілсе ел шетінде. Шайнап тастар басқа үйірдің бақталасын, алып күш дем бергендей кеудесіне. Тарғынның тарланы жүргендейін, ауыздықпен су ішіп жел өтінде. Жылқының да киелілігі жаралмас тегін, қасиетті боп туған соң жер бетінде. Қамбар батыр келгендей қарагермен, киелі жылан шықтың кең төсінде. Дауыл тұрып шабыстан дала желмен, қасқыр қуып шапқанда кең көсіле. Қасқырдың арланын алды дейді, қар бораған көшкін байдың іргесінде. Бұл шындық сенбесін, сенсін мейлі, бұл естелік мәңгілік өлмесінде. Содан болар бұл аңызды күйге қостым, күйге сенсе домбыра сөйлесінде. Әз домбыра сүйреген өнер көшін, домбыра үніне өзге үн теңдессін бе? Екі шектен шыққан үн толғандырар, туған жері өскен ел ыстық кімге? Айтылар талай аңыз, талай жырлар, құлақ тұр уа жұртым осы күнге. Астана қаласы 25 маусым 2024 жыл.